Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 3-ші сынып математика 35-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып 8-9 сандарына көбейту және бөлу кестесі. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, иә? Жақсылық пен жамандық туралы халық ертегілері. Сен 8 пен 9-ға көбейту және бөлу кестесін құруды, оны қолдануды үйренесің. Бірінші есепке қарайық. Жақсылық пен жамандық тақырыбындағы және жануарлар туралы қандай ертегілерді білесің? Қоянның әрбір секіргені 8 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргенде неше бірлік болады? Қарайық, мысалы, бір рет секіргенде 8 бірлікке тең екен. Бізге 3 рет секіргенде қанша болады дейді? 1, 2, 3 рет секіргенде міне 24 болады екен. Енді 6 рет секірген кезде 3, 4, 5, 6 рет секіргенде міне 48-ге тең екен. 8 рет секіргенде мына жерге 6, 7, 8 рет секірген кезде 64 рет болады екен. 64. 8-ге көбейту және бөлу кестесін құрастыр және жаз. 8-ге 8-ді көбейткенде 64, 8-ге 9-ды көбейткенде 72, 9-ға 8-ді көбейткенде 72, 64-ті 8-ге бөлгенде 8, 72-ні 8-ге бөлгенде 9, 72-ні 9-ға бөлгенде 8. Екінші есеп. Қоянның әрбір секіргені 9 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргенде неше бірлік болады? Яғни 9-ға көбейту және бөлу кестесін толықтырып жаз. Мысалы, қоян бір секіргенде 9 бірлікке тең. Бізге 3 рет секіргенде нешеге тең деп тұр? 1, 2, 3 рет секіргенде 27-ге тең. 6 рет секіргенде нешеге тең? 3 болды, 4, 5, 6 рет секіргенде 54-ге тең екен. 8 рет секірген кезде 6, 7, 8 рет секіргенде 72-ге тең екен. Енді 9-ға көбейту және бөлу кестесін толықтырып жазамыз. 9-ды 9-ға көбейтсек 81 деп жазамыз. 81-ді 9-ға бөлсек 9 деп жазамыз. Қандай санды 9-ға бөлгенде бізде 9 шығады? 81 санын 9-ға бөлсек 9 шығады. Үшінші есепке қарайық. 9 басты айдаһардың әрбір басы түскі аста 2 бәліштен жейді. Айдаһар түскі асқа барлығы қанша бәліш жейді? Бізде айдаһардың басын санайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 басы бар екен. Жазамыз. Айдаһардың басының саны 9 жейді, әр басы 2 бәліштен. Енді біз барлығы қанша бәліш жейтінін табуымыз керек. Шешуі: 9-ды 2-ге көбейтеміз, 9 бас көбейтеміз, әрқайсысы 2 бәліштен жегенде 18 бәліш жейді екен. Жауабы: айдаһар түскі асқа барлығы 18 бәліш жейді. Төртінші есеп. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бізде формулаға саламыз. Бізде бұна формулаға салған өте ыңғайлы. Яғни бірінші есепке қарайық. 4 килограмм. Бір қораптың массасы 4 килограмм. Данасы саны 8 дана. Жалпы массасын біз табуымыз керек. Жазамыз. Бір қораптың салмағы 4 килограмм. 8 қорап салмағы барлығы қанша болу керек? Біз жалпы массаны табу үшін массаны санға көбейтеміз. 4 көбейту 8 тең 32. Жауабы: 8 қораптың жалпы массасы 32 килограмм болады. Екінші қатардағы есепті шығарайық. Бізде қораптың массасы, бір қораптың массасын табуымыз керек. Саны 8 дана, жалпы массасы 32. Жазамыз. 8 қораптың жалпы массасы 32 килограмм. Сонда біз бір қораптың массасын табуымыз керек. Массаны табу үшін жалпы массаны бөлеміз санға. Сонда 32 бөлу 8 тең 4 болады. Жауабы: бір қораптың массасы 4 килограмм болады. Енді үшінші қатардағы есепті шығарайық. Бір қораптың массасы 4 килограмм,
саны белгісіз, жалпы массасы 32 килограмм жазамыз. Бір қорап 4 килограмм, жалпы 32 килограмм, бізде қанша қорап бар? Сонда біз санын табуымыз керек. Санын табу үшін жалпы массаны бөлеміз массаға. Сонда 32 бөлу 4 тең 8 болады. Жауабы 32 килограмм өнім 8 қорапқа салынған. Бесінші есепті шығар. 8 тобатайға 64 литр сүт құйылды. 32 литр сүтті құю үшін осындай қанша тобатай қажет? Тобатай дегеніміз сүт құюға арналған ыдыс екен. Бір тобатайдың сыйымдылығы бірдей. Саны 8 тобатай болса, 64 литр жалпы сыйымдылығы 64 литр екен. 8 тобатай болса, біз бірінші бір тобатайдың сыйымдылығын табамыз. Одан кейін 32 литр жалпы сыйымдылыққа қанша тобатай санын табамыз. Жазамыз. 8 тобатай 64 литр. 32 литрде қанша тобатай бар? Енді біз бірінші бір тобатайдың литрін табуымыз керек. Сонда 64 бөлу 8 тең 8 болады. Мына жерде бір тобатайдың сыйымдылығы 8 литр болады. Енді біз санын табу үшін 32-ні бөлеміз 8-ге тең 4 болады. Сонда жауабы 32 литр сүтті құю үшін осындай 4 тобатай қажет. Алтыншы есеп бойынша өрнек құр. А нұсқасына қарайық. Үй иесі қойларын қырқып, жүнін базарға апарып сатты. Ол бір қойдан 7 килограмм жүн қырықты. Егер базарға 56 килограмм жүн апарған болса, онда ол неше қой қырыққан? Жазамыз. Бір қой 7 килограмм жүні, 56 килограмм жүн қанша қойға тең болады? Біз санын табуымыз керек. Қойдың қанша қойдан 56 килограмм жүн шыққанын санын табу үшін жалпы массаны бөлеміз массаға. Сонда 56 килограмм жүн болды барлығы. Бөлеміз 1 қойда 7 килограмм жүн бар. Сонда 8 шықты. Жауабы ол 8 қой қырыққан. Енді алтыншы есептің ә нұсқасына қарайық. Егер ол бір қойдан 6 килограмм жүн қырықса, онда 8 қойдан қанша жүн алады? Жазамыз. Бір қойдан 6 килограмм жүн қырықса, 8 қойдан барлығы қанша жүн шығады? Біз соны табуымыз керек. Жалпы массаны табу үшін массаны санға көбейтеміз. 6 көбейту 8 тең 48. Жауабы ол 8 қойдан 48 килограмм жүн. Жетінші есепте. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз, екінші жақшаның сыртындағысын орындаймыз. Жақшаның іші 65 мың қосу 85 мың, азайту 48 мың. Жазамыз. 65 мыңға 85 мыңды қосқанда 150 мың, азайтамыз 48 мыңды 102 мың. Енді бірінші, екінші шығарамыз. 500 мың азайту дейміз. Жақшаның ішін 609 мыңнан 452 мыңды азайтқанда 157 мың шығады. 500 мыңнан 157 мыңды азайтқанда 343 мың шығады. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз, екінші сыртын орындаймыз. Жақшаның ішін орындағанда 900 мың азайту 465 мыңды азайтқанда 435 мың шығады. 175 мыңға қосамыз 435 мыңды 610 мың шығады. Бірінші жақшаның іші, екінші сырты. Жақшаның ішін орындайтын болсақ, 360 мың қосамыз 185 мың. 545 мың шықты. 850 мыңнан азайтамыз 545 мыңды 305 мың шықты. 8-ші есеп. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. А нұсқасына қарайық. Бірінші амалды орындаған 36 азайту 29 тең 9. Екінші амал 9 бөлу 3 тең 3. Яғни жақшаның ішіне аламыз. Азайту амалы болғаннан кейін 36 азайту 27 бөлу 3 тең 3 дейміз.
екінші ә нұсқасына қарайық. Бірінші 5 көбейту 4. Міне жақшаның ішіне алып жазамыз. Екінші амал 7 көбейту 5. 20 екеуінің шыққан сандарын, яғни қосқан екен. 20 қосу 35 тең 55. Сонда біз жақшаның ішіне 5 көбейту 4 жақшаны жабамыз. Қосу жақшаның ішіне 7 көбейту 5 тең 55 болады екен. Б нұсқасына қарайық. Бірінші амал орындаған 60 азайту 37 тең 23. Яғни бұл жақшаға алып жазамыз. 60 азайту 37 деп. Одан кейін 7 көбейту 2 деп жазамыз. Екінші амал. Енді бізде жақшаның ішінде 60 азайту 37-ден шыққан жауап 23. 23-ден 14-ті азайтамыз. Демек біз жақшаның ішіне 60 азайту 37 азайту 7 көбейту 2 деп жазамыз. Сонда тең болады 9. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау